Бүгін саяхатымыздың 4-ші күні. Біз Верхний Ларс шекарасының қасында ояндық. Бүгін бұйырса Грузияға өтеміз. Естеріңізге салайын, бұл біздің автоемен Турцияға саяхатымыз. Күніне бір видео шығарамыз. Саяхаттың қалай басталғанын басқа видеолардан көре аласыз. Ресей границасын өттік. Қараңдар қандай әдемілік. Таудың арасында Грузияға баратырмыз. Мына перевал арқылы өтіп барамыз. 2 туннель өттік. Тар жол. Міне фуралар қатарымен тұр. Сосын ауысып өтіп отырамыз. Ар жақтан, бер жақтан дегендей. Грузияның шекарасын өттік. Салыстырмалы түрде тез өттік. Таңертең ерте шыққанымыз дұрыс болған сияқты. Қысқы алған дөңгелектерімді алып қалғысы келді. Бізге мында алып қаламыз, пломба салып, кейін қайтарда салып аласың дейді. Сосын мен түсіндірдім. Жаңағы қайтқан кезде мұнда қар жауы мүмкін ғой, маған дөңгелек керек деп. Жарайды, бара бер дейді. Қайтқан кезде көреміз қалай болады. Мамнан әдемілігін айта алмайын. Там был водопад или ручей. Қандай керемет. Біз Грузиядамыз. Қанша Ресеймен 2 күн жүрдік, в общем 3 күн жүріп Грузияның шекарасын өттік. Енді нағыз саяхат енді басталады. Бұл Грузия. Өзен қара. Мінекей жеттік. Грузия. Тамаша көрініс. Қазір мынау жерде отырып тамақ ішеміз. Осылай міне қазақтарды кездестіріп, Грузияның иттері Карина жасып отыр. Карина, мынаған алғашқы көмек көрсетіп жүрек, ақсандап жүр екен. Мынау пародисті сияқты, күшті. Кім түсірет бізді? Кім түсірет бізді? Так, мынау достық монументі дейді. Қазір көреміз. Жол бойында тоқтағанбыз ғой бір заправкада. И туалеттің өзі картамен жұмыс істейді, осындай турникет тұр. Заманауи деген осы мынау кісі жасылдағы Иосиф Пригожинға қатты ұқсайды. Мүмкіндік болса көрсетемін.
қасында өтсек, осында бірдеме ағашта оранжевый болып өсіп тұр. Мен айтып жатырмын, мандарин шығар или хурма. Давай сұрап алайық. И Дәулет бір үйге кіріп кетті. Сол үйден рұқсат берді. Енді хурма қайтып жиналады. Не, бізге көп хурма почти, наверное, 2 келідей болады. Мынау спелый жып-жұмсақ. Әлі ерте дейді анан жерге. Мынау қатты әлі бір айдай тұрады дейді. Бір ай деп Жоқ, андай жұмсақ болсын дейді, типа суыққа нетіп, короче, жұмсақ болады өзі. Сонда жейсіңдер. Біз Потидамыз. Потида менің жерлесім бар. Менің тәтеммен бірге оқыған кісі. Осы кісіге келіп қонамыз бүгін. Шаршадық, шаршадық.